Сақылдаған сары аяздың беті қайтар емес. Соңғы 3 тәулікте еліміздің кейбір аймақтарында күн райы -40 градусқа дейін төмендеп кетті. Қатты аязда сақтық үшін кешкі сағат 7-ден таңғы 7-ге дейін кейбір бағыттағы жолдар жабылады. Дизельмен жүретін көліктерге тіптен жолға шығуға тыйым салынған. Қазір Жамбыл облысында 500-ден астам жүк көлігі қаңтарылып тұр. Әріптесім аязды күндердің ақпаратын жинаған еді, ендеше бейнесюжетке зер салайық. Көкшетауда қатты аяздан тоңып, азық іздеген еліктер қала ішіне кіріп кеткен. Бұл жазбалар шаһардың қақ ортасында орналасқан бейнебақылау камераларына да түсіп қалыпты. Күн райынан адам түгіл аңдар да жапа шегіп жатқанын осыдан-ақ аңғаруға болады. Жолдың жайын айтпағанда ақтүтек боранда жаяу жүріп жоғалғандар да бар. Бір күнде Жамбыл облысының 2 тұрғыны мен түркістандық бір азамат мал бағып жүріп адасып кеткен. Әйтеуір бәрі дін аман табылды. Жолдың бойындағы қорадан табылды. Жакеміз дін аман. Самал жаурап қалған. Ұйықтамай. Аман есен сұғай тұр, басқа жеріңіз ауырып қалған шәсі жоқ. Малыңыздың бәрі түгел. Болды. Негізі қарлы боран еліміздің солтүстік өңірлерінде басталған. Қазір теріскейдегі жағдай тұрақталды. Бірақ оңтүстіктегі бұрқасын басылар емес. Боран мен қатты аяздан Түркістан облысындағы 9 облыстық бір республикалық маңызы бар автомобиль жолы жабылды. Құтқарушылар жолда қалған 1000-ға жуық адамды эвакуациялаған. Жолда қалып кеткенім. Құтқарушы жігіттер құтқарып. Аллаға шүкір бәрі жақсы. Осы уақытқа дейін департаменттің, полиция департаментінің және жол қызметтерінің күштерімен жалпы жолда қалған, қар құрсауында қалған 287 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оның ішінде 35 бала. Қауіпсіз жерге эвакуацияланған адамдар Түлкібас ауданындағы Сазтөбе мешітіне, Жаскешу елді мекеніндегі мешітке және Мұхтар Әуезов атындағы университетке орналастырды. Жол саласы мамандары тазалау жұмыстарымен үздіксіз айналып жатыр. Алайда жолдың көрінбеуіне байланысты бұл жұмыс қиынға соқты. Одан бөлек блок бекеттердің алдына жиналған көліктердің көптігі де қар тазалаушыларға тұсау болып тұр. Бірақ көлік министрлігіне қарасты барлық мекемелер білек сыбана жұмысқа кіріскен. Қар аршып қана қоймай жұртқа ыстық шай мен тамақ таратты. Бір күннің көлемінде ауа райының жағдайы қолайлы бола бастайды. Оған ол жерлерде қар тазалау жұмыстарын жүргізу үшін Қазавтожол акционерлік қоғамының көлік құралдары, техникалары түгелдей дайын. Бүгінгі күнде жұмыстарын жүргізіп жатыр. Боранды жел мен бұрқасын кімге болсын оңайға соғып тұрған жоқ, бірақ құтқарушылар жұмысы тоқтамайды. Соңғы күндері мұз құрсанған астаналық өрт сөндірушілердің бейнежазбасы желіні шарлап кетті. Ал батыстағы аңызақ жел мен көктайғақ тәртіп сақшыларын тәлтіректетіп қойды. 649 шақырым. Алло. Қатты жел. Синоптиктер бүкіл елді әбігерге салған аяздың беті біртіндеп қайтады дейді, дегенмен қолайлы ауа райы болады деп айтуға әлі ерте. Алдағы 3 тәулікте елдің бірқатар облысында күн жауын шашынсыз ашық болады. Бірақ шығыста аязды температура сақталады. 15-16 желтоқсанда елдің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында қар жауады. Боран, таулы аудандарда тұман, республиканың батысында құмды дауыл күтіледі. Алтынбек Амит, Жібек жолы.